Assalamualaikum balalar. Bugün kalay. Bugün kiler kalay. Olay bolsa bugünkü salamımızды бастайық. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын. Информатика пәнінен білмегенді білейік, үйретейік, күлейік. Сендерге бүгінгі сабақтарына сәттілік тілеймін. Енді сендер қазір топқа бөлейін. Флиппити формасы бойынша топқа бөлеміз. Бірінші топ Құлмахан Мери, Қалмақ Мағжан, Дәулетханқызы Сабина, Айдархан Жәудір, Қалмағанбет Марат. Бірінші топ. Екінші топ Лес Аслай, Түстікбай Ердос, Мұсама Бақжан, Шарапбай Ернат, Мұлыбекқызы Әсел. Бірінші топ. Диаграмма тобы. Отырамыз. Алсам. Бағалау парақшасын қаратайын, араларынан топ басшысын сайлап аламыз. Енді партия әдісі бойынша диаграмма бірінші топ, екінші топ, гистограмма тобы. Үй тапсырмасын тексереміз. Партия әдісі бойынша сұрақтар белгілер, сол сұрақтармен жауабын тауып істей алсаңыз. Гистограмма тобына береміз. Гистограмма тобы. Диаграмма тобы. Jawab koymanlar. Jawab koymanlar. Ya. Avtobusunda belgisiniz. Olma? Çok.
жасайды дейді. Дұрыс па? Дұрыс қой. Неге? Автобусының белгісі батырмасы бұл емес қой. Мына жақта шартты форматтау біреуі қате болса барлығы қате болады. Шартты форматтау дегеніміз не? Сандық кестемен жұмыс істеуге арналған бағдарлама. Бұл Excel қандай бағдарлама деген? Excel программасын іске қосу жолы. Функция шебері белгілі батырмасы қандай? Функция шеберінің батырмасы мына жақта. Біреуіне қате кеткен кім болды? Excel, біреуіне қате кеткен отыра ғой. Сендер іске қосу жолы дегеніміз не, шартты форматтау дегеніміз не? Жақсы, жарайсыңдар. Отыра ғой. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазамыз. Кестелі деректерді графикалық түрде ұсыну. Диаграмма кестедегі мәліметтерді көрнекі графикалық түрде беріледі. Дөңгелек диаграммалардың басқа диаграммалардан екі өсі бар, горизонтал немесе санаттар өсі. Және вертикал немесе мәндер өсі болып келеді. Диаграмманың тақырып және аңыз, легенда жолдары бар. Тақырыптарға біз диаграммада тақырыптың атын енгіземіз, ал аңызда диаграмманың ұсынылған мәліметтерін енгіземіз. Диаграммалардың түрлері гистограмма, сызықтық, графиктік, нүктелік, сақиналық, пирамидалық, бержалық, цилиндрлік, конустық, күлтелік, көпіршіген, дөңгелек тәрізді түрлері бар. Диаграмманы құру үшін біз бірінші диаграмма құратын мәліметтерді енгізіп аламыз. Мына жерде тұр, үздік, жақсы деп енгіземіз. Одан кейін диаграммаға құрылған қажетті мәліметтерді ерекшелеп аламыз. Одан кейін ставка қою менюіндегі диаграмма командасын таңдау қажет. Одан немесе стандартты аспаптар тақтасында диаграмма белгішесінің суреті бар. Осы батырмасын шерту арқылы диаграмманы құрамыз. Мастер диаграммасының терезесі ашылады. Осы жерде диаграмманың түрлері тұр. Біз керек диаграммамыз таңдап, далее батырмасын басамыз. Мына жерде сендерге мастер диаграмманың подписки бөлімін және тақырыбын енгіземіз, легендасын енгіземіз да, готова деп не аламыз, бітіреміз. Міне мынау біздің диаграммамыздың үлгісі. Енді қазір біз компьютерлік жұмыс жасаймыз. Кітаптағы 83-84 беттегі сыныпта 90 бағалардың жобасы және Қазақстандағы суретшілердің жобасы бар. Осыны компьютерде диаграммасын жасаймыз. Бірінші топқа 90 бағалардың үлгерімімен, екінші топқа Қазақстан суретшілерінің жобасының диаграммасын құрамыз. Компьютерге отырайын. бағалар жобасы және екінші топқа Қазақстанның суретшілер жобасын.
Olmadı. Абай болды ма? Olmadı. Жақсы. Жарайсың, Ернат. Жақсы. Жарайсың. Абай болды. Абай болды. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, орнымызға отырайық. Барлығын орнына шықтыңдар. Ей, бұл не болды? Abi, jauh nggak setelah formasi. Bolehnya sama kamu berdua. Musa Balcan. Gel. Musa Balcan, gel ama. Gel bak. Gel, gel.
Жақсы. Келесі. Нұрбек қызы Әсел. Қай кезден келе ғой. Кел. Қайсысы? Қай кезден де? Біреуін айтсын. График. Жақсы отыра ғой. Дәулетхан қызы Сабина. Кел. Көрсет ау. Музыковая, қайсысы? Отыра ғой. Лесостай. Келе ғой. Кальциевая. Қайсы кальциевая? Жақсы. Скайон Еркос. Кіршетке тұр. Сол областами. Отыра ғой. Алмағанбек Марат. Владимир. Қайда тұрсың? Жақсы. Жарайсың. Шарапқа ерна. Инстаграма номер. Жақсы, жарайсың ерна. Құмаға мерей. Қайсысы? Лепесток қояй ма? Сама? Бұл белгілер қойған ғой. Қайсысы? Лепесток қоя деген қайсысы? Қайда ғой? Мына. Мынау қалды ғой. Биржевая лепесток. Мынаған деп атсың. Белгілер қойған. Мынау қалды. Мынау ма лепесток қоя? Жарайды. Жақсы. Алмат Мағжан. Қайсысы? Бұл жерде жақсы. Біреу қалды. Айдархан Жадыр. Ершева, я? Жақсы, отыра ғой. Бұл жерде қателіктер бар. Урод қате шықты. Қайсысы? Қай жерде қате? Сол қай тұр? Сол облыстами. Маған барады. Жақсы. Және? Қайсыған? График қайсыған барады? Маған ба? Және?
Анда сүйде? Бершібай маған. Досым облыс. Бершібай маған барады, иә? Облысқа береді, үйге барады. Жақсы, тағы. Енді екеуі қалды. Қайсысы? Ау. Жоқ. Иә. Жақсы. Ал облысқа. Отырағы Марат, жарайсың. Жақсы. Енді Google форм арқылы бүгінгі сабағымызды кері байланыс жасаймыз. Телефондарын ашып, мен сіздерге сілтеме тастағанмын. Осы жерде керек ақпаратымды алдым. Әлде толықтыруым керек. Артық дүниені себепке тастадым. Біреуін таңдап жібереміз. Болдық па? Жақсы. 100% керек ақпаратымды алдым деп жіберіпсіңдер. Рахмет сендерге. Бүгінгі үй тапсырмасы 83-84 беттегі тапсырмалар. Бірінші топ диаграмма тобы, екінші, үшінші тапсырманы орындаймыз үйде. Екінші топ, төртінші, бесінші тапсырманы орындаймыз. Гистограмма тобы. Жақсы, сау болыңдар.